Доктор, дұрыс істеп жатсыз ба? Иә, дұрыс істеп жатырмын. Дұрыс істеп жатсыз ба? Мама, Ау, не болды? Аю. мен машығым ше күнде тамақ жемей жатыр, су ішпей жатыр. 3 күн болды ішпегеніне, тамақ жемегеніне. Не қылды оған? Білмеймін, менімен ойнайтын еді, менімен ойнамай қойды. Мысығыңа ма? Апа жеп жүрген еді ғой, не болды оған? Тамақ жейтін еді, тамағын да жемей қойды, суын да ішпей қойды. Ау. Мама шынымен тамақ та ішпейді, су да ішпейді, ештеңе емесекте ойнамай да қойды ғой. Мысық па? Мысым ауырып жатқан сияқты доктор шақырыңызшы. Мысыққа доктор шақырған несі? Мысыққа доктор шақыруға болмай не? Шақырыңызшы. Не істейміз енді? Ауырып қалды ғой, ешқашан тамақ жемей жатыр. Тамақ 3 жемей күн жатыр. болды, су ішпеп. Су да ішпей қойды ма? Иә, тамақ та жемеді. Қазір онда шақырамыз. Жүріңдер сонда көрейікші мысықты. Сосын шақырайын, мақұл? Аю. Басын ұстап көрсеңші қара. Ой, шынымен ауырып жатқан сияқты ғой. Айша мыжып саған емес па? Айша не мыжып самадың ба сен? Жоқ, сүйіп жатыр. Бетін Көзін ашпай қапты ғой, бетіне сүйіп жатыр, еще ұйықтап жатыр мынау. Ұйықтап жатыр ма, или көзін ашпай жатыр ма бұл? Ұйықтап жатыр. Шынымен ауырып қалған сияқты ғой бұл, Ой. Онда қазір доктор шақырайық, Алихан мақұл ма? Доктор шақырайық онда, мақұл? Жақсылап көріп берсін доктор. Қаса ауырып жатыр. Мяу дедім, Айша. Көзін ашпай жатыр ғой. Қазір онда докторға звондаймын, мақұл ма? Тез кеп емдеп берсін. Ой, мына шынымен де ауырып қапты ғой, аяла, мысығың, Өткенде ғана әкеп беріп еді саған папаң. Енді бұған қандай доктор шақыратын білмей жатырмын. Қандай доктор шақырам? Обычный доктор шақырам ба? Или ветеринар доктор шақырам ба? Білмеймін. Сендерге шақырып жүрген доктор шақырып көрейін онда, Сол кісі кеп көріп берсін, емдеп беретін шығар мүмкін, Қазір звондайшы онда, мақұл ма, Алихан? Тиіспей тұрыңдар Айшаның мысығына, аяла мысығына, мақұл? Мысығын жақсы көреді Айша. Қазір звондаймын онда, мақұл? Шынымен де ауырып қапты ғой, көзін ашпай жатыр ғой мысығы. Қазір звондаймын бопты, мақұл ма? A few moments later. Саламатсыздар ма? Сіздер ме шақырған? Мен Кім ауырып жатыр? Қайсы балаңыз ауырып жатыр? Мен балам ауырып жатқан жоқ, мысығымыз ауырып қалды. Мысығыңыз ауырып жатыр? Мен бала емдейтін доктормын ғой, мысық емдемеймін мен. Оны ветеринарный шақырмайсыз ба? Соны білмей жатыр ғой, ол қалай шақыратынын білмедім да, сосын сізге Мен звондадым. бала емдеймін ғой, мен мысық емдемеймін мен. Көріп беріңізші сізден өтініш, доктор. Ветеринарный шақырмайсыз ба? Мен бала емдеймін ғой, балаңыз деп айттыңыз. Сіз маған балаңыз деп айттыңыз ғой. Сіз мысық деп неге айтпадыңыз маған, мен келмейтін едім ғой. Сізден өтініш, доктор. Мен мысығын көріп беріңізші, бала шағам. Мышық қарамаймын ғой, мен адам қараймын ғой. Ақшасын жақсылап төлеймін сізге. Көріп беріңізші, мысығымыз көзін ашпай қалды, тамақ ішпей жатыр. Тамақ ішпей жатыр ма не? Тамақ ішпей қалды, вообще су ішпей жатыр мысығымыз. Қане мышықтар? Қызымызға әкеп беріп еді папасы. Мышық па? Ой, мына шынымен де мазасы жоқ қой мынаның, көзі жұмып жатыр ғой, ауырып жатыр ғой мына мышықтарыңыз. Ауырып жатыр ғой, Көп тамақ беріп қойған жоқсыздар ма? 3 күн болды тамақ ішпегеніне дейді. 3 күн емес, ештеңе ішпепті, су да ішпепті. Көп тамақ беріп қойып колбаса беріп қойған жоқсыздар ма? Мазасы жоқ қой, ауырып жатыр ғой. Қарасайшы, әлі жоқ қой мынада, осы күші жоқ, әлі жоқ мынада. Не істейсіз енді бұны, емдей аласыз ба? Енді мына осы орнына қимылдамай жатыр ғой мына мысықтарыңыз. Не істейсіз енді? Көп тамақ беріп қойғансыздар, кола бірдеңе берген жоқсыздар ма? Жоқ, ондай берген жоқпыз. Онда мен қазір бұны іштерін тазалап, саламын мен бұған. Шынымен емдей аласыз ба? Мыштарыңыздың шынымен мазасы жоқ қой. Маған қарап, іштері кеуіп кеткен ғой мыштарыңыздың. Көп тамақ беріп қойған жоқсыздар ма? Келки, колбаса. Жоқ, ондай нәрсе берген жоқпыз ғой. Мазасы жоқ қой мынау. Бала шағам мазасы болмай кетті, мысықтары ауырған екен ше, доктор. Аяқтарын бүйтіп жатыр. Мен мынаған ше, қазір ішін тазалап неғып берейін. Қызым не отыр сен? Неғып отыр? Қызғанып отыр ғой сізден мысығын, Қазір укол салып, ішін тазалап, аузына дәрі берейін мен бұны ше. Қатты бауыр басып қалған ғой бала шағам. Мазалар болмай қалды, доктор. Ауырып тұр екен, көзі кіртиіп кеткен мына мышықтың ше. Ауырып қалған. Соны айтып жатырмын ғой сізге. Емдей аласыз ба? Қандай болып кеткен? Қарасаңызшы. Көзі кіртиіп кеткен мынаның. Отыр, мына жерге отыр сен қыз, отыр. Емдей аласыз ғой, Қазір емдеп аламын.
маған ана әкеліңдірші, ана столды әперші. Столды әперші, Алихан. Доктор емдеп берем дейді ғой енді. Столды әпер. Точно емдейсіз ба, доктор? Емдеймін. Маған бүйтіп жатқызамыз. Аха. Жатқызамыз. Сен бері кел. Мен не аламын? Ұстап тұрсың ба? Осы жерде былай ұстап тұр сен. Ұстап тұр. Осылай ұстап тұр сен. Мына укол салайын деп жатырмын да мен бұған ше, дәрі құяйын деп жатырмын да мен ше. Аха. Осы дәріні ішіне құям. Ішіндегі ана ішегі ісіп кеткен ғой, тамақ жеген қорытылмай жатыр. Соны ішін қалпына келтіреді. Точно ма? Сіз адам қарайтын докторсыз ғой? Алдыңдашы. Доктор дұрыс істеп жатсыз ба? Иә, дұрыс істеп жатырмын. Дұрыс істеп жатсыз ба? Иә. Болды. Болды, аузына құйдыңыз ба енді? Бір құйын тағы да. Аха. Жақсылап емдеп беріңізші сізден. Өтініш. Құйдым. Так, осынікі жатқызайын. Аха. Ішінде де отырсаң, отыр бұл жерде. Отыр. Доктор емдеп береді қазір, доктор. Іштен ұқалайын мен бүйтіп. Аха. Массаж жасап жатсыз ба? Иә, іш қатып қалған ғой, массаж жасап жатыр. Еш жаққа жалғаспай жатыр бала. Іштен бүйтем. Құйрықтарын бүйтейін. Дәрінің бәрі барсын да. Аяқтарын бүйтейін. Қандай дәрі бердіңіз сонда, доктор? Іші кеуіп кеткен ғой, тамақ асқазан қорытпай жатыр ғой. Көп тамақ беріп қойған балдарыңыз, тамақ жейді деп. Аны естіңдер ма, аялат? Көп тамақ бермеңдер. Аздап беріңдер, өзінің нормасы болады. Колбаса бермеңдер вообще мақұл ма? Колбаса азырақ беріңдер, көп бермеңдер. Қара, мына уже не қылып жатыр. Қара, уже действие етіп жатыр уже. Ішін ұқалап жатыр. Қазір бір укол салам көтіне. Сол кезде мяу дейді, сол кезде. Анау не қылмаңдар, мақұл ма? Ауырады да укол салғаннан кейін. Қара, ішіне қара, түрін қарасаңшы, ұнап жатыр, көрдіңіз ба? Іш қалпына келіп жатыр уже. Массаж жасаған ұнап жатқан сияқты ғой мысығымызға, Алихан. Тұрғасын. Көзі ашылды ғой, қарасай, көзі ашылды. Көзі ашылды. Көзі ашылды аяла мысығының. Әдем көріп тұр ғой. Иә, көзі ашылды. Көзі жұмық тұрады. Иә, доктор сіз күшті емдейді екенсіз ғой. Бұндай мысық емдемеген, бірақ енді білмеймін ау, что-то бұдан кейін мысықтарды емдей бере ма? Емдей бересіз ба Бала енді? тек балдар емдейтін. Қазірше бала сен былай істеп тұр. Уколды көріп қоймасын ол. Былай істе. Былай істесей дұрыстап, осылай істеп тұр. Уколды көрмесін. Мяу деп қашып кетпесін, қолыңызды тырнап алмасын. Бірақ бала шағама үйреніп қалған ғой. Мысықтарыңыз алса дәуірек укол саламын енді. Сәл мияулайды енді. Мияулай ма? Иә, мияулайды. Мысықтың орнына мен қорқып тұрмын ғой. Укол сәл дәуіректе енді. Укол саламын енді. Кішкене мяу деп бұл шыңғырады енді. Главный емдеп берсеңіз болды, доктор. Осы жазып кетіп көрдіңіз бе? Көзі ашылды жаңа массаж іште Иә. Көзі ашылды. Мысығымыз байғұс қатты ауырып қалған екен ғой, біз білмеппіз ғой. Аяла, сен айтпасаң мен вообще білмеймін ғой. Раствор деп отырмын қазір көтіне. Раствор? Иә. Ішін жүргізеді ма ол сонда? Иә. Или укол саласыз ба? Укол салам, ішін жүргізетін дәрі беріп қойдым ғой. Аха. Так, қайда саламыз? Жеріне саламыз. Ұяламады, қара. Жуасық қой мысығым, иә, жуасық қой мысығымыз. Салдым, бір қол салдым. Жерін байлап қояды қазір, битпен. Ұйқысы ауырып қалған екен аяғы. Жазылып кетсінші, иә, мысығымыз, иә. Аяғы ауырып қалған екен да. Аха. Жерін бит байлап қояды. Бүйтіп, мышықшы. Байлап қойыңызшы, доктор, сізге. Жері. Сізге рахмет, емдеп жатқан. Иә, жері. Сәл ауырып қапты да. Жаңа бит байлап қояды. Бала шағамен күшті ойнап жүрген ғой. Мына кішкентай қызым менде күшті ойнап жүрген ғой. Ұялап, вообще тұрмай қалды. Сен әлі қауат атқыз, мешет берме маған. Жазылды мысың зор болып кетті. Қара, көзі ашылды. Көзі ашылды аяла. Байлап қоямын да, не жері ауырып қалған екен. Сояғын бит байлап қоямын да мен. Мына жағын ше. Соны байлап қойғаннан кейін осыны 2 күннен кейін ба ашасыңдар мақұл, шешіп тастайсыңдар 2 күннен кейін. 2 күнге дейін жүре бере ма сөйтіп? 2 күнге дейін жүре бересің, иә. Ештеңе қылмайды, битпен байлап қойып жатырмын ғой. Укол салған жеріңізді байлап қойып жатсыз ба? Жоқ, укол салған жоқ, ана жерінен бірдеңе шыққан екен. Аха. Соны бит байлап қойып жатырмын да. Яғни бит байлап қойдым ауырған жеріне. Аха. Қара, көзі ашылып зор болып қалды мышықтар. Укол салған жер емес па? Жоқ, укол салған жер емес, ерім жара шыққан. Қарашы, көз ашылды ма, қарашы. Иә, көз ашылды ғой мысығымыздың. Бұған көп тамақ бермеңдер енді. Ана жерде жүріп ойнасын енді. Мына жатсыз қояйық, мына жатсын тиме. Мына жатсын, тиме. Сен қыз тиме бұған, тиіспен мына отыр.
А сегодня мысығың ауырып қапты сенің. иә негізі бүйтіп көтереміз да Аха. негізі бүйтіп көтеріп қойып қоямыз әкеліп бер оған ешкім тиіспесін енді бұл шыққа ше елде жақсы ойнасын 2 күн жақсы тиіспеңіздер көп жүрмесін тамақты аздап беріңіздер Аха. ана неден барып сүт әкелесіздер мыштардың сүті бар магазинде соны әкеліп бересіздер міне мына байлап қойып бұған жүруге болмайды мен кете берейін енді маған ризасыздар ма Иә, рахмет сізге, доктор. Рахмет сізге. тамақ көп бермеңдер ей заттарым жинап Мысығымыздың көзі ашылып, әдемі болып қалды ғой, иә? Иә. Қатты тисе бермеңдер енді Тоти мақыма. Доктор сізге рахмет желдеп бергеніңізге. Иә. көп тамақ бермеңдер көп кіней бермеңдер ана кішкентай қыз көп кіней бермесін Жарайды, мақұл. Рахмет сізге, доктор. Иә, мышыққа Келіскен байлап ақшамды берем сізге. Рахмет сізге. түрі әдемі екен мыштар көз ашылып қалды Иә, рахмет. мен ешқашан түсірмей қойдым өзім түсе беремін Рахмет Давай, сізге. пока.